Ауылдан кеше келіп қайтадан ауылға қайтып бара жатырмыз. Енді кеше келген себебіміз қасында саламат бар. Мінекей құдам көшеден кездесіп қалдық. Беріс ауылға бірге барамыз. Енді ауылда кеше кетіп қалған себебіміз ауылдағы ертең бөгеттер жарылып, сулардың ескі сая бастайды деген хабарды естігеннен кейін көңіліміз жайбарақаттанып кетіп қалған болатынбыз. Бірақ жаңа таңертең неше түрлі хабарлар келіп, бүгін түс қайтадан бастап ауылдың ішіндегі бөгеттер жарылып жатыр екен. Енді ондай хабарларды естіп отырып, жайбарақат мына жақта жүре алмағандықтан елімізге барып, сол жақта болайық деп қайтадан кетіп бара жатқан жайымыз бар. Үстіме мына дейді қабаттан вазенкіні кидіртіп қойды. Сымкеге сыймайды деп, 8 килодан асып кетеді деп. Сол вазенкіні көрсетіп қойып жатқаным ол. Қасында Гүлекең де бар. Қасында мінекей Гүлекең де жүр. Екеуміз бірге кетіп бара жатырмыз. Айттықшы, неден самолетке кешігіп қалуға қытай қалдық деді. Асығыс әрең жеттік. Такси адасып па? Жоқ, такси адасып біз өзіміз жай кешігіп шықтық қой. Такси барынша жүріп алып келді. Тез алып келе жатырғанымда пробкалардан қашып келе жатырмын деп. Барынша тез алып келген сияқты. Қытай қалдық кешігуге. Аман есен Атырауға жеттік. Мына самолеттен түскеннен кейін күйеу мен қарындасты үйіне барып тамақтанып алып, сразу Құлсарыға қарата жолға шықтық. Бұйырса мына жақта бір басқа жолмен баратын жол бар екен. Сол жолда қазір сәтін салып аман есен жетсек, бірақ Алланың қалауымен Құлсарыға барып көзімізбен көріп жағдай болып жатқанын дегендей хабарды алып отырып, жағдай мәз емес екен. Барғасын көреміз бұйыртса. Машинаны іші, мына құда бала Еламан деген, Руслан деген күйеу бала. Машинамыз осы биік машина, сенімді машина деп ойлап келе жатырмын. Ерекше дөңгелектерде ерекше биік машина екен. Мен машинаны айырылмаймын, өздеріңіз білесіздер. Батып қалдық мына жерден тұрып келе жатып. Байғанты жол бар ғой. Тіпті келіп қалдық та. Шыға алмай жатыр. Алға артқа беріп, мына дейтін кәдімгідей қатты батып тұр. Алға жары болсын енді. Шығып кетуімізге Алла сәтін салып шығып кетсек жақсы болар еді. Енді мына жерден жағымыз теп-тегіс жол, тіп-тіке зулап кетіп, мына жерге барып кіріп кетіп тұрып, бұрылуға үлгере алмай қалды. Қасымыздан бір машина өтіп бара жатыр. Мына жерде линияны қарап жүрген машиналар болады, солар өтіп бара жатыр. Енді қазір көрсе светті қайта маргайттап жатырмыз. Алдыңғы артқы светтің бәрін қосып қойып, мына саған не көрмей кетіп бара жатыр ма, не тоқтамай не? Әнеке ана жақпен кетіп бара жатыр. Так, бұрылмады. Бұрылмады ма, не болып кетті? Не машина? Бір машина келіп сүйреп жатыр. Пикабо деймін де. Опа. Үзіліп қалды, трос үзіліп жатыр. Ана жерден бис алды. Өзбек бауырлардың машинасы. Ремень безопасности. Саласың енді, не істейсің енді әнес? Ременді үзіп дейді, мына ремень ғой. Мына ременді, мына адамдар тағатын ременді үзіп салайық деп жатыр. Артта Еламан жұрқыда. Бис алды өзбек акалардың машинасы келіп тоқтап әйтеуір солардан трос алып. Резкім тек. Қазақтатып көріп жатыр. Алла сәтін сала бар. Мен қазір Құттай алға берейін. Сен Құттай алға бер, мен алға берейін. Негізі алға қарай қозғалып тұр Құттай. Сосын артқа бірге жұлып аламыз. Қазір өзі мінекей таң атты. Машинаға түнеп шықтық. Айтпақшы кешегі сүйреп тартқан машина шығара алмады. Немесе пикап қой, үлкен пикап. Бізде деген тросымыз нашар болды ма, қайта үзіліп кетті. Трос нашарлықтан емес ол мына машинаның қатты батып тұрғаннан, содан тартқаннан қайта трос үзіліп шыдамай үзілді. Енді қазір күтіп отырмыз, тағы да басқа машиналар келер деп. Жағдай әзірге осылайша. Шамамен 1 сағат өтті, әлі отырмыз. Жерде сет әйтеуір жайлап былай ұстаса Қытай шығады екен, 1-2 таяқша. Сол арқылы Гүлекеңмен сөйлесіп алдым. Гүлекеңде талай жерде дүрліктіріп іздеп соққан екен. Балшықтан қандай деңгейде екенін көрсетіп жіберейін. Мінекей мынандай ол иленіп жатыр, сағызша. Сағыз жатыр аяққа. Алдымыз мынау,
Ана жерде теп-тегіс жол бар ғой. Сол жолдан құттай тек сәл солға қарата түсіп кеткеннен кесірінен мына жерге келіп тірелдік те қалдық. Даладағы балшық. Мынау машинаның мынау өресі мінекей жерге жатып алған балшыққа тіреліп тұр. Жағдай осылай. Осылай машинаның үстіне далаға шығып алдық. Үшеумізді үш жақтан қарап тұрмыз, бинокль жетпей тұр тек. Мына жағын көрсетіп жіберейін. Даладағы жағдай көрініс мынау мінекей. Мына суға кіріп кетпегенімізге шүкір, иә. Мына жерге келіп тірелдік енді. Келе жатқан жеріміз, жағымыз мына жақ теп-тегіс жол ғой, мінекей зуылдатып келе жатқанда ана жерден тек оңға қарата бұрылатын жерден байқамай қалып мына жерге қарата беріп кетіппіз ғой. Шөпір баламыз мына бала, құда бала. Тұра қалдық бізге. Енді неше сағат болды? Түнде келіп тұрдық, сол 1:30 шамасы деймін да? 1:30 шамасынан. Қазір сағат 9:30 ба? 9:30 болды. Енді машина шақыртып қойдық қаладан. Машина келсе, анау мықты тросты алып келеді. Не ал дейтін еді? Полотенце дейсің ба? Полотенце дейтін трос болады екен. Соны алып келеді бұйырса. Ал енді аман-есен шығып кетсек жақсы болады деп Аллаға сеніп отырмыз, сыйынып. Мына жерге бір Құдай айдап 2 Нива келді. Бұлар осы жерде жолдың бойын күзетіп жүретін охрана, линияны күзетіп жүретін. Алла разы болсын бұл кісілерге. Қазір тростарын берейін деп жатыр. Тростары мықты трос сияқты енді айтуларына қарағанда. Қазір 2 Нива менен тартқылап, жолқылап, бірдеме қылып шығаратын шығар енді. Алла қаласа. Бәрі Аллахның қалауымен болатыныз. Айтпақшы тросымыз мінекей түндегі тартқан. Мына бір пикап кетіп бақты дедік қой. Жұлым болып үзіліп қалды мына тросымыз. Қайта тартқылап отыр ана Нива. Болмай жатыр. Біз алдымен жұмыр тартқан. Опа. Қиындау. Жағдай қиындау қазірше енді. Басқа үлкен грузовой машина керек екен. Ниваны әлі келмей жатыр, әлі келмейді де ол. Алла разы болсын бұл кісілерге көмектесіп жатырғанына. Үлкендеу машина күтеміз келгенше. Біздер айтпақшы Құлсарыға бара жатырғанымыз ғой. Атыраудан шығып. Тағы да бір машина келіп тоқтап, мінекей газель. Алла разы болсын. Не керек, трос керек пе деп тростарын беріп жатыр. Рахмет көп мына жігіттерге. Көреміз енді бұл газель тарта алмайды әрине. Газель тарта өзі де батып қалып жолда. Солай әрең шығып келе жатыр екен. Тағы трос бар ма сізде? Тағы да трос бар. Не бар? Темір трос. Темір трос бар ағалада. Еламан деген құда бала. Аяқтыға балшықты, аяқтың балшықты. Сабысып жүргізбей жатыр. Сағыздай жабысып. Желмен келген жігітті молодец екен. Мынаны былай тарт, санынан тарт деп жатыр ғой. Бұрын дейді, охотада көп жүрдім дейді. Артқа тартқанда бесполезно, былай жанынан тартып шығару керек деп. Мына 2 Ниваны, сосын мынау газельді үшеуін бірге бір-біріне жалғап, күштеп тартып көрейін деп жатыр енді. Қазір көреміз, одан не болатын. Мынандай темір трос бар. Үшеуі бір-біріне жалғап тартайын деп жатыр ғой. Ана баланың опыты бар екен, жаңа газельмен келген жігіттің. Осылай айтады, шығаламыз ба? 3 машина тартайын деп отыр ғой. Бұйыртса иншалла шығамыз қазір. 3 машина тартайын деп отыр ғой. Ана бала опыты бар екен да? Жақсы жігіт екен. Былай шустрить етіп кірсіп кетті. Киімін беріп әйтеуір. Барын беріп отыр. Молодец екен. Қазір Гүлін ба, Южанин ба бірдеме ғой. Жақсы бола екен әйтеуір. Орысша сөйлеп тұр. Бірақ орысша сөйлесе де жақсы бола екен. Орысша сөйлеген адамдардың тегіз көп жақтыра бермейді. Бірақ бүгін пендетсіз. Бүгін жақсы көру керек адамдарды ол. Алланың жаратуы солай ол. Аллаға қарсы келе алмаймыз. Ана мына бола ғой бәрін басқарып жүрген. Алына алай тартамыз дей ма? Тартып отыр ғой жылқып. Үшеу бірге тартып отыр. Қозғалып жатыр. Ал кетті. Ал қозғалып жатыр. Ал кетті.
келмей жатыр, элдери келмей жатыр. Машина қозғалып жатыр да? Машина секілді қозғалып жатыр. Элдери келмей жатыр. Үш машинадан әлі келмеді. Бұлар да барын салды. Рахмет көп. Енді мінекей кеше түнде келіп кеткен пикап болу керек мына. Солар ғой. Жоқ, басқа ма? Түнде келген. Қалай ана жақ жол бар ма? Жол бар дейді, Құлсардан келді. Бар дей ма жол? Цепелина шығады, ескі Нива бар. Мінекей. Енді қазір тағы да бір машинаны күтіп тұр, Атыраудан келу керек. Ол машина келсе шығарады деп үміттеміз. Артымен тартатын шығарсың, братан, артымен. Пикап түнде келіп кеткен, артымен тартып қарайды. Ана кеше түнде трос үзіліп кете берді қайта. Енді темір трос бар, солмен тартып көрсе жақсы болар еді. Бұл пикапта шығара алмады. Кетті, жолдары болсын, рахметімізді айттық. Тарта алмады, жаңағы темір тростың өзі не болып кетті, сонда әлсіз жерінен үзіліп кетіп тұр да? Басы жалғанған жерінен ба? Жалғанған жерінен. Крючогынан үзіліп кетті ғой. Сонда немен тартамыз енді? Мана андет полотенціңмен тарта аламын оны? Полотенце деген бір құдірет бар. Жақсы, жолдарыңыз болсын, аға, рахмет. Рахмет. Жол болсын. Еламанғыда дұрыстап көсті деймін, дронды ұшырдық. Кетті дрон. Қап көре алмай қалдым дронды. Кетті осымен жаққа қарты. Қазір не көріп келетін көрейік. Мен арамды. Неше километрге дейін барады? Біразға дейін барады жалпы. Соған батарейкасы отырып қалса не істейді? Өзі қайтады. Қойшы, батарея әлсіреген кезде қайтып келем өзі, болдым деп. Арам мықты. Әбет болды дейсің. Қарын ашты дейсің. Қарын ашты. Ал, мені алып шыққан тамақтар ас болсын. Бірдеме айтпайсыңдар ма, мен көрермендеріме? Ауыз босамай жатыр. Күн қайта жылы болып жақсы болып тұр ғой. Ауа райы. Это екеуміз ютубта жүрміз. Ютуб каналда жүресіңдер. Қуаныш Аязбаев деген каналдар. Мана Атыраудан келе жатыр деген машинамыз келді. Осы машинадан үміт зор. Көп күтіп отырық. Осы шығармаса енді білмейміз. Ал көрейік не болатын. Солай ма, Руслан, осы машинада енді де бар үміттің бәрі? Бәрі үміттің бәрі осы машинада, енді осы бұйыртса иншалла шығар жүрсе. Басқа білмейді. Мықты трос алып қояды дейді, білмейді. Нағыл деп едім? Мата, нағыл. Нағыл деген трос еді, ана тростан аты. Полотенце. Полотенце. Қайсы полотенцені көрейікші? Полотенце дейді. Полотенце деген қандай ма? Ал көрейік. Тағы да бір УАЗ кездесіп қалды. Келе жатыр, бұл да күзеттің машинасы сияқты. Тоны яқта вертолет ұшып қояды, тоны вертолет. Вертолет дейміз. Вертолет шығар. Мінекей осы УАЗ, мынау патроллар екеуі бірдеме қылмаса енді қазақ енді далаға тастамайды. Вертолетті шақырып аламыз ба, не істейміз? Еламан? Алла, жары болсын. Суырып алып шықты. Қап күшті момент түспей қалды. Мое эмоция. Үлгере алмай қалдым. Мықты эмоцияны түсе алмай қалдым. Осылай суыру керек қой, суырып алып. Ух ты. Мына алған трос мынау, мына трос салып жүрген керек қой, Еламан. Осы тростың несі бар ғой. Машинада мықты екен, жылқы. Молодец. Рахмет көп, Алла разы болсын. Түнімен тұрған машинаны жұлып алдым кәдімгідей. Қабия жаңа эмоцияны түсіре алмай қалдым. Кешірім сұрайым. Батқан жерді көрсетем. Не болды, алынбай жатыр ма не? Мынандай трос екен, мынау полотенце дейді. Полотенце осындай трос салып жүріңіздер ал. Жолда далада жүрген динамический дейді. Неше тросты үздік, тіпті темір тросты өзіп алдық қой. Ал мына машина мадым бір жер балшық болып шыға алмай өтір едім. Алыстан көрсетейін. Батқан жеріміз. Мынау жерін тіптіке келдік те, мына жерге кіріп кетіп тұр қой. Жылқы суырып алды.
қалып сол моментте түсіре алмай қалдым тек өкінішті. Мынау дейтін андай етік адам денесіне дейін киіп алады. Короче, дөңгелек шар болған ғой кәдімгі сыртына дейін. Сыртына дейін балшық жағылып не болады. Рацияда пышырлап қосылып отыр ғой. Балшық атып отыр ма? Ал бісміллә деп шықтық жолға. Мына мен балшыққа атып келіп дөңгелектегі жабысып қалған балшықтар оны да. Ал кеттік. Мына да осы жолдан айырылмаш енді. Мына жаңа жолға түстік қой да кеше жүріп жатқан машиналар. Ананы түсіреміз. Опа! Артына жанына бір жерге балшық жабысып кетіп. Жол жүріп келе жатып кішкене басқа жолға түсіп кеттік пе? Жердегі жұмыс істеп жатқан адамдарға тап болдық, жол көрсетіп жатыр, сілтеп жүріп. Адасқан жоқпыз деген ана. Мына жерге қарай кіріп кеткенбіз қарайтын ішіне. Не болды? Колодка дейді. Аштық па? Колодкасына бірдей болып қалатын сияқтымыз. Ал мен бұндайды түсінбеймін машинаның жағынан, техника жағынан. Мені видеоға түсіруді ойлам ғой, ютубты жақсы білем деп қойын. Жолға шықтық. Жатырмыз әлі 130 километрдің жобасында бар екен. Жүріс. Опа, мұндай секіретін жолдар да бар еді. Алық, кең дала. Ана Құлсарда кетіп жатқан сулар болса, кең далаға жылжи беретін мүмкіндіктер болса ғой, я. Далаға қартай кететін жердің бәрін шөп ойысып бір көгал болып қояйық мына жері. Мынау Маңғыстаудың атынан Миялыға кетіп баратқан газеттер екен. Көмекке кетіп баратқан үш газель. Да, сөйтіп айтып жатыр ма? Әмин, әмин. Жолдары болсын. Алла разы болсын жігіттер. Мына рация рахат екен. Бәрімен хабарласып келіп отырады. Бұйырса Құлсарыға жақындадық, жеттік. Мынау Қаратонның тұсынан кірдік. Бірақ та Қаратонның тұсында да жаңа дамбыдан суды жырып жатыр да, жырайын деп тұр ма? Шайып кеткен ба? Шайып кеткен дейді. Енді кері қарата шығатын жолды қазір белгісіз. Басқа жерден шығу мүмкіндіктер болса, сол жерлерде қазір қарастырады. Кері қарата Атырауға кетуге. Ал қазір Құлсарыға жақындадық. Енді Құлсарыдағы видеоларды келесі шығарымнан көре аласыздар. Рахмет.